Райхан босану кезінде қайтыс болады. Арада бірнеше ай өтеді. Әмір Райхан екеуінің естеліктерін, неке куәлігін, сақинасын бәрін жерге көмеді. Сен мені тастап кеттің. Мен сені кешірмеймін дейді. Әмір баласына қарамай қояды. Нарин мен Кемал Райханның баласын өздеріне алады. Нарин Кемалға видео қоңырау шалып баланың бүгін мазасы жоқ. Жылауын қояр емес деп айтады. Сол кезде Кемалдың кабинетіне Әмір келген еді. Кемал Әмірге мүмкін сенің даусыңды естіген соң тынышталар дейді. Әмір үндемей папканы алып мен кетейін дейді. Кемал Әмірге бұл сенің балаң. Қандай қатыгез әкесің. Райхан баланы саған сеніп тапсырып кетті. Сен тіпті балаңның бетіне қарамайсың да деп ұрсады. Әмір ол баланың кесірінен мен әйелімнен айырылдым. Райхан осы бала үшін өзін құрбан етті. Мен оны балам дей алмаймын деп айқайлайды. Кемал баланың не жазығы бар. Сен есіңнен адасқан екенсің деп айқайлайды. Хикмет жазылады. Меликеге мен жазылдым. Бірақ отбасымнан айырылдым. Мына құжатты Жавиданға апарып бер. Тезірек ажырасайық. Бұл шаруа тез бітсін дейді. Жавидан түрме әжетханасын жуып отырады. Жылап түрме қарашы. Осы жағдайға өзім жеткіздім. Мен кешірілмейтін күнә жасадым. Маған аяушылық жоқ деп өкіріп жылайды. Камералас әйел келіп Жавидан әпке тұрыңыз. Қолыңызға не болған? Өзіңізді бұлай қинамаңыз. Қолыңызды жуайық деп орнынан тұрғызады. Жавидан қолын жуып тұрып кетпейді. Менің қолымның кірін су кетіре алмайды. Мен көп адам өлтірдім. Мен қаншермін. Маған жолама деп айқайлайды. Әйел кетіп қалады. Жавидан айнаға қарап өзіне қаншер деп айқайлап айнаны сындырып тастайды. Хикмет Әмірге сен ашуыңды айналаңдағы адамдардан алуды қой. Кімге ашулысың? Марқұм Райханға ма? Әлде кішкентай ұлыңа ма? Бұл жағдайды қабылдауың керек дейді. Әмір жоқ, мен қабылдай алмаймын. Жақын күндері менен құтыласың деп кетіп қалады. Жавидан немересінің суретіне қарап құшақтап жылайды. Күзетші Жавиданға сізге қонақ келді дейді. Жавидан Меликені көріп құшақтай алады. Меликеден тыныштық па? Әмір мен немерем аман ба деп сұрайды. Мелике иә аман. Әмір бір жақта, немереңіз бір жақта. Райхан ханым қайтқан соң Әмір мырза балаға қарамай қойды. Мен сізге бір құжатты беруге келдім. Енді кетейін дейді. Жавидан әлі уақыт бар ғой. Тағы біраз отыра тұршы дейді. Мелике жоқ, кетуің керек. Нигер үйде жоқ. Үйге баруым керек деп сөйлескісі келмей кетіп қалады. Жавидан Хикметтің жіберген құжаттарын ашып қарайды. Хикметтің жазған хатын оқиды. Мен саған ештеме қарыз емеспін. Бірақ сен ақшаны жақсы көресің ғой. Саған керегіңді бердім. Ал енді риза шығарсың деп жазған еді. Жавидан оқып жүрегі шыдамай есінен танып қалады. Кемал Әмірдің ұлына ойыншықтар алып келеді. Әмір бәс тігілген жекпе-жекке келеді. Қарсыласы Әмірді ұрып жығып әйеліңді алып келуің керек еді. Ол сенен жақсы төбелесер ма еді деп мазақ қылады. Әмір орнынан тұрып қарсыласын жерге ұрып жығады. Хикмет келіп Әмірді тоқтатады. Хикмет немересін көруге келеді. Өсіп қалыпты ғой. Уақыт тез өтіп жатыр. Иісі қандай тәтті деп мауқын басады. Жавидан Меликенің айтқандарын түні бойы ойлап көз ілмейді. Таңертең жолда өтіп жатқан машиналарға қарап соғылып өлмек болады. Олға қарай жүгіреді. Сол кезде жанында тұрған қыз Жавиданды құтқармақ болып итеріп жібереді. Қыздың өзі машинаға соғылады. Хикмет немересін үйге алып келеді. Әмір бөлмесінде жатқан ұлын көріп ашуланып шығып кетеді. Меликеге мынаны кім алып келген деп ашуланады. Мелике Хикмет мырза алып келді дейді. Әмір оны көргім келмейді. Қайтадан апарып тастаңдар дейді. Мелике Хикметке Әмірдің реакциясын айтады. Хикмет немерем өз үйінде. Осында қалады дейді. Әмір олай болса мен үйден кетемін дейді. Хикмет сен балаңнан қашайын дедің ба? Сен басты артсаң да мен немеремнен басты артпаймын дейді. Хикмет Фариданы жұмысқа алады. Әмір Фариданы үйден қуғысы келеді. Егер осында жұмыстап қалғың келсе, онда мына келісім шартты оқы дейді. Фарида оқып қол қояды. Әмір Фариданы қинайды. Қоймаға алып келіп мына жерден экпаж деген жазуы бар құжатты тап.
5 сағаттың ішінде тауып беретін бол дейді. Тажи Кемал мен Наринді некелеріңізді қияйын деп жатыр екенсіздер деп құттықтайды. Кумире естіп бөлмеге барып қызғаныштан өзіне ие бола алмайды. Нарин той көйлегін таңдайды. Кумире Кемал мен Наринді ажырату үшін жоспар құрады. Анасымен ұрсып қалады. Анасы бұл үйден кетейік дейді. Кумире, сен менің балалық шағымды тас-талқан еткенсің. Бөтен еркек үшін балаларына қарамадың дейді. Анасы бетінен шапалақпен салып жібереді. Кумире бөлмеге келіп, егер мен бақытты болмасам сендер де бақытты болмайсыңдар деп өзіне серт береді. Фарида әмір айтқан құжатты іздеп қойманы ақтарып шығады. Әмір келеді. Фарида, экипаж сөзі бар, 5 құжат таптым дейді. Әмір, экипаж емес, пейзаж дейді. Фарида, ондайда 7 құжат таптым деп көрсетеді. Әмір ештеме дей алмайды. Түнде әмір Фариданы бөлмесіне шақырады. Жамылғыны ауыстыр дейді. Фарида ауыстырып болдым дейді. Әмір Фаридаға жақындап, сен қандай батыл қызсың. Түн ортасында менің бөлмеме кірдің. Қорықпадың ба дейді. Фарида қалтасынан пышақ шығарады. Кейін жерге тастай салады. Әмір, ешқайда кетпе. Есіктің сыртында тұр. Мен түні бойы жұмыс жасаймын. Керегім болады дейді. Фарида, сонда маған түні бойы ұйықтамай дәлізде тұр дегеніңіз ба дейді. Әмір, егер бұлай жасай алмаймын десең, онда жұмыстан шыға бер дейді. Фарида түні бойы дәлізде тұрады. Кумире Кемалдың бөлмесіне кіріп костюмін құшақтап, мені осылай құшақташы деп қиялдайды. Бөлмесіне келіп есікті кілттеп еденге дәріні шашып жартысын ішіп алады. Біраздан соң есінен танып қалады. Кемал мен Нарин неке сақинасын таңдауға келеді. Анасы Кумирені көріп айқайлап көмек шақырады. Секерия Наринге хабарласады. Таңертең Фарида есінен танып қалады. Әмір Фаридені ұстап қалады. Кемал Наринге той көйлегін алып келеді. Қалай, саған сыйлығым ұнады ма деп айтады. Кумире есік сыртында көріп тұрады. Ешкім жоқта Нариннің бөлмесіне кіріп көйлек алады. Саған бәрі жақсы болады деп айту оңай. Сенде бәрі бар. Тіпті мына көйлекте. Егер менде бәрі жақсы болса, сенде жақсы болмайды деп көйлекті өзіне өлшеп киіп алады. Мына көйлек маған құйып қойғандай жарасып тұр деп айнаға қарап селфи жасайды. Нариннің жоғарыға көтеріліп келе жатқан аяқ дыбыстарын естиді. Дереу көйлекті шешпек болады. Бірақ шеше алмайды. Жерге маржандар шашылады. Көйлекпен бөлмеден шығып жасырынып тұрады. Нарин Кемалмен телефонмен сөйлесіп келе жатқан еді, жерге шашылған маржандарға аяғы тайып сатыдан құлап кетеді. Кумире жүгіріп Нариннің жанына барады. Мен не істеп қойдым? Әпке, көзіңді аш деп жылайды. Кемал Наринге қоңырау соғады. Кумире, мен ештеме көрген жоқпын. Менің қатысым жоқ деп дереу бөлмеге барып көйлекті шешіп біліп қояды. Кемал келіп жерде жатқан Наринді көреді. Кумире түк көрмегендей жүгіріп жанына келеді. Кемал Наринді ауруханаға алып барады. Фарида әмірден сұранады. Бірақ әмір жібермейді. Фаридаға жеңгесі ағаң қайтыс болды деп хабарлайды. Фарида Кемалға айтпай кетіп қалады. Ағасының зиратына келеді. Мақсұт Фаридаға үйленейді. Сенің өз үйің, ошағың болады дейді. Фарида, мына әлемде сен екеуміз ғана қалсақта мен саған тұрмысқа шықпаймын. Өз қайғым аздай, енді жетпегені сен едің дейді. Ойы Фарида кетіп қалды. Не болды екен? Хабарласайық дейді. Әмір, қажеті жоқ. Ол алғашқы күндерден қашып кетсе керек емес. Жаңа қызметші іздеу керек дейді. Түнде Жавидан Фаридаға қоңырау соғып жағдай қалай болып жатқанын сұрайды. Фарида ағасы қайтыс болғанын, онымен жолыға алмағанын айтады. Жавидан, менің кесірімнен ағаңмен жолыға алмадың ба дейді. Фарида, жоқ, сіз емес дейді. Жавидан, әмір жібермеді ма? Негізінде әмір жақсы адам. Әйелінің қазасынан кейін ол қатты күйзелісте жүр дейді. Фарида жекежайға қайтып келеді. Әмір, кетіп қалып қайтып келдің ба? Сен боссың дейді. Фарида, мен ешқайда қашқан жоқпын. Ағам қайтыс болды дейді. Егітті құшағына алып, менің енді сенен басқа ешкімім жоқ. Сен екеуміз біргеміз. Енді сені тастап кетпеймін. Тіпті әкең қарсы болса да дейді. Әмір естіп тұрады. Масал Прагадағы музыкалық академияға оқуға түседі. Кемал мен Нарин Масалға біздің саған сыйлығымыз. Күн сайын осы қораптағы біздің тілегімізді оқып отыр дейді. Масалды шығарып салады. Мерт Масалдың отбасына жазып қалдырған бейне жазбасын көрсетеді. Бірнеше сағаттан кейін Масал қайтып келеді. Кемал, қызым, сенде бәрі дұрыс па? Ауырып қалдың ба? Әлде рейс ұшпай қалды ма деп сұрайды.
Масал, інім мен сіңілімнің менсіз өскенін қаламадым. Сіздерден жырақта тұра алмайтынымды түсіндім дейді. Сехрие қуанып, мен саған сүйікті тамағыңды дайындайын деп ас үйге жүгіріп кетеді. Кемал Наринге Масал өте талантты қыз. Оның біз үшін өз арманынан бас тартқанын қаламаймын. Бірақ оны қинап жібере де алмаймын дейді. Нарин, маған бір идея келді. Мүмкін біз Масалмен бірге Прагаға көшерміз дейді. Кемал, ол қалай болар екен дейді. Нарин, бәрі оңай. Масал оқуын аяқтағанша сол жақта тұрамыз дейді. Сехрие мен анасына келіп ақылдасады. Сехрие көзіне жас алып көңілі жабырқап қалады. Нарин, біз бір жола кетіп жатқан жоқпыз. Демалыстарда, мерекелерде келіп тұрамыз. 4 жылдан кейін бір жола осында көшіп келеміз дейді. Нарин бастығымен жолығып жағдайды түсіндіріп жұмыстан шығады. Кемал да компаниядан кетеді. Кемал Масалға, қызым, біз сені қолдаймыз. Сенімен бірге Прагаға көшіп барамыз деп айтады. Масал Сехриеге, сізді мұнда жалғыз қалдыра алмаймын. Бізбен бірге жүріңіз деп өтінеді. Сехрие, мен бөтен елде тұра алмаймын. Мына жасымда ол жаққа үйрену маған қиын болады. Сендер бір жола кетіп жатқан жоқсыңдар ғой. Оқуыңды бітірген соң қайтып келесіңдер деп айтады. Әмір Гүлперіні кофе ішуге жағалауға алып келеді. Гүлпері Әмірге осы уақытқа дейін өзіне жасаған жақсылығына алғысын айтады. Әмір Гүлперіге, менің де сенен үйренгенім көп. Біздің есігіміз саған әрдайым ашық, осыны біл дейді. Егіттің күтушісі Гүлперінің әкесі келеді. Әмірге, қызыма қамқор болғандарыңызға рахмет деп алғысын айтып, енді қызым екеуміз Мерсинге ораламыз деп айтады. Егіт Гүлперіге бауыр басып қалған еді. Гүлперіден, сен шынымен мені тастап кетесің ба деп сұрайды. Гүлперінің кеткісі келмейді. Нарин мен Кемал Венгрияға көшуге шешім қабылдайды. Нарин әріптестерімен қоштасуға келеді. Әріптестері Наринді тортпен сыйлықтарын беріп шығарып салады. Гүлперінің қапаланып жүргенін көріп әкесі жанына келеді. Қызым, сен бұл отбасыға бауыр басып қалдың. Егер қаламын десең, мен қарсы емеспін. Мен өзім жалғыз кете беремін дейді. Гүлпері, әке, о, не дегеніңіз? Сізді енді тапқанда қалай жалғыз жіберемін дейді. Кемал мен Нарин чемодандарын жинайды. Кемал Наринге, сен демал. Мен өзім жинастырамын дейді. Нарин, бүгін анамның жанына жатсам бола ма деп сұрайды. Әмір Кемалға қоңырау шалып қоштасады. Кемал, мен бір жола кетіп бара жатқан жоқпын. Бірнеше жылдан соң қайта ораламыз. Сосын тоқтаған жерімізден бірге жұмысымызды жалғастырамыз дейді. Нарин анасының жанына ұйықтайды. Гүлпері Әмірге егіттің көңіл күйі жоқ екенін айтады. Әмір, мен онымен сөйлесемін. Сен алаңдама дейді. Әмір, егітке мен саған ертегі айтып берейін дейді. Егіт, қажет емес дейді. Әмір, сонда да тыңда. Ертеде бір бала әкесін жоғалтып алыпты. Содан ол әкесін іздеп жолға шығыпты. Жолда көп қиындыққа тап болады. Неше түрлі дәулермен соғысады. Ақыры әкесімен қауышады. Гүлпері де солай әкесін қанша қиындықтардан кейін тапты. Енді тапқанда әкесімен бірге тұрғысы келеді ғой. Сенде менсіз не істер едің дейді. Егіт бәрін түсінгендей болады. Таңертең Әмір Егіт пен Гүлперіні орманға алып келеді. Әмір Егітке, сенің қояның жазылды. Енді оны еркіндікке жібер. Бұл өмірде бәрі мәңгі емес дейді. Егіт қоянды орманға жібереді. Мерт Масалға, Алла маған сен сияқты әпке сыйлағанына сансыз шүкір. Нарин мен Кемал ағаға қарыздармын. Олар мені үйлеріне кіргізіп пана болды. Олардың үмітін ақтау үшін оқуымды жақсы аяқтап, университетке грантқа түсемін дейді. Сабашқа анасы, Тархундарды үйінен неге қуып шықпадың? Менің кегім әлі алынған жоқ деп айқайлайды. Сабаш апа, мен енді сіздің айтқаныңызды жасамаймын. Мен кетемін дейді. Анасы мен Гүлпері мен әкесін, Тархундарды құртамын дейді. Сабаш апа, сен шеттен шығып кеттің. Сенің жаныңда ешкім қалмады. Сен осыны қашан түсінесің дейді. Анасы, менің тек жалғыз мақсатым бар, ол адамдардың бұл өмірде болмауы дейді. Сабаш, мен сенің оларға зиян тигізуіңе жол бермеймін дейді. Анасы, мен олардың тек үйін ғана емес, жанын алмай тынышталмаймын дейді.
Саваш, сен қан төкпей тынышталмайсың ба? Олай болса менің өлігімді аттап қана жасай аласың. Мен тірі тұрғанда оларға зиян тигізуіңе жол бермеймін дейді. Анасы тапаншаны алып шығып, мен саған ана орнына ана болдым. Сенің анаң жасамағанды жасадым. Сені өлімнен аман алып қалдым. Бар өмірімді арнадым. Ал сенің маған айтқан алғысың осы ма? Мен сені кешпеймін дейді. Саваш, олай болса мені атыңыз деп тапаншаға кеудесін тосады. Анасы есінен танып қалады. Сол жерде тіл тартпай қайтып кетеді. Гүлпері әкесімен кетуге шешім қабылдайды. Гүлпері Жавиданға, сіз келген күннен бастап маған жақсы қарадыңыз. Маған анам сияқты болдыңыз. Маған батаңызды беріңізші дейді. Жавидан, батамды бердім. Бізді ұмытпа. Осында бір отбасың бар екенін, анаң бар екенін ұмытпа. Хабарласып тұр. Қонаққа келіп тұр дейді. Гүлпері Әмірден басқасының бәрімен қоштасады. Гүлпері кетіп бара жатқанда Әмір құс болып ұшып кетуде таңдау. Ағаш болып тамырын жаюда таңдау. Егер сенің жүрегің кешегі отырғызған ағаш сияқты тамырын осы жерде жаю болса, онда қал. Кетпей менімен қал дейді. Гүлпері қалады. Нарин қонақ бөлмеге келіп ұзақ қарап тұрады. Кемал, бәрі дұрыс па, неге сонша ойландың дейді. Нарин, бұл үстелде біздің бақытты сәттеріміздің де, қиын күндеріміздің де естелігі. Қанша қуанышты сәттерімізді отбасымызбен атап өттік. Ең алғаш Мерттің үйге келуі есіңде ма дейді. Кемал, иә, ол ешкімді өзіне жақындатпады. Ол бізге үйренбейтін шығар деп ойладым. Бірақ сенің арқаңда бізде керемет ұлымыз болды дейді. Нарин, жоқ, бұл екеуміздің де арқамызда. Сенде көп күш салдың дейді. Сехрие, сендерді сағынтым боламын. Сендер бәрің мен үшін әлі кішкентай қозымсыңдар. Бір-біріңе қамқор болыңдар дейді. Масал, сіздің мен үшін орныңыз бөлек. Сізге хабарласып тұрамын дейді. Сехрие Масалды құшақтап жылайды. Әмір мен Гүлпері үйленеді. Егіт жүгіріп бөлмелеріне келіп, қашан тұрасыңдар? Демалысқа кешігетін болдық деп оятады. Кемал мен Нарин ол мен қыздың ата-анасы болады. Әмірге қонаққа келеді. Егіт апасына, менде осындай кішкентай болдым ба деп сұрайды. Жавидан, әрине сенде қоян сияқты кішкентай болғансың дейді. Әмір мен Гүлпері егітті алып балайына жолға шығады. Бәрі қуанып жолға шығарып салады. Тағдырдың жазғанына көніп сабыр сақтаған жанның соңында жеңіске жететінін тағы бір мәрте дәлелеп